Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай биік, әдемі болып шығатын бисквиттің рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл бисквиттің арасына крем жағып, торт ретінде жасауға болады, немесе осылай бетін әсемдеп, қонақтарға ұсынуға болады. Біз жұмысымызды ең алдымен ыдыс-аяқтарымыздан бастаймыз. Видеода көріп тұрғандарыңыздай мен ыдыс-аяқтың барлығын қағаз сүлгімен сүртіп жатырмын. Яғни бізде барлық ыдысымыз құрғақ, тап-таза болуы керек. Ешқандай судың тамшысы тіпті болмауы керек. Біз пайдаланатын әрбір ыдыс тіпті миксердің венчиктеріне дейін құп-құрғақ болуы керек. Енді жұмыртқаларымызға келсек. Жұмыртқалар міндетті түрде тоңазытқышта тұрған болу керек. Себебі бізге өте салқын күйінде қажет болады. Біз жұмыртқалардың ақ уызы мен сары уызын ажыратқан кезде салқын күйінде жақсы ажыратылатын болады. Жұмыртқаның ақ уызына жұмыртқаның сары уызының бір тамшысы болса да араласып кетпеу керек. Әйтпесе біздің бисквитіміз дұрыс көтерілмей қалуы мүмкін. Солай жақсылап жұмыртқаның ақ уызы мен сары уызын екі ыдысқа бөліп алатын боламыз. Енді біз қантымызды екі бөлікке бөліп саламыз. Біз жұмысымызды бастаған кезде жұмыртқаның ақ уызынан бастайтын боламыз. Себебі бізге жұмыртқаның ақ уызы өзінің көлемінен 2 есе ұлғаю керек және өзінің формасын сақтап тұратындай миксерлеуіміз керек. Жұмыртқамыздың ақ уызын миксерлеген кезде миксердің баяу жылдамдығынан бастап ең жоғарғы жылдамдығына дейін ақырындап көбейтетін боламыз. Осылай біздің миксерлеуіміз бірнеше минутқа созылады. Ең соңында ыдысымызды төңкерген кезде ағып кетпейтіндей нәтиже аламыз. Яғни біздің ақ уыздарымыз дұрыс шайқалды деген сөз. Енді сары уыздарымызды да қантымыз ерігенше миксерлеп аламыз. Ендігі кезекте жұмыртқаның ақ уызын ақырындап отырып қасықпен немесе лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай араластыра отырып сары уызға қосатын боламыз. Бұл кезде миксер пайдалануға болмайды, себебі біздің шайқаған жұмыртқамыздың барлығы басылып қалуы мүмкін. Енді 2 қасық қопсытқышымызды ұнымызға араластырып аламыз. Ұнымызды міндетті түрде електен өткізіп алғанымыз дұрыс. Егер сіз каналға тіркелмесеңіз, тіркеліп қойыңыз, жанында қоңырауша белгісін басып қойыңыз. Ұнымызды да бағанағы массамызға ақырындап отырып шетінен қосып шығамыз. Бұл кезде де көп араластыруға болмайды. Осымен біздің қамырымыз дайын болады. Пешімізді алдын ала 180 градусқа қыздырып қоямыз. Тортымызды пісіретін ыдысымызға пергамент қағазымызды жаямыз. Жан-жағына ешқандай май жақпаймыз. Менде форма диаметрі 24 см. Осылай қамырымызды саламыз. Бетін тегістеп болғаннан кейін кішкене ары-бері осылай жасап жібереміз. Сонда беті теп-тегіс болып пісетін болады. Енді 180 градуста 30 минутта пісіріп аламыз. Бисквиттің піскенін құрғақ таяқша арқылы білетін боламыз. Бисквитіміз пісіп жатқан кезде қақпағын мүлдем ашуға болмайды. Міне біздің бисквитіміз пісіп шықты. Іші деген өте нәзік, үлпілдек болып шығады. Иісі тіпті керемет. Менде бисквиттің биіктігі 5 см болды. Егер сіздердің бисквит пісіретін формаларыңыздың диаметрі 22 см болатын болса, бұл бисквиттің биіктігі тіпті 6-7 см-ге дейін баратын болады. Мен бисквитіміздің бетіне сгущенка жақтым және шоколадымызды үккіштен өткізіп септім.
Бисквит өте керемет болып шықты. Жұп-жұмсақ, өте дәмді. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.